Біздің бүгінгі тақырыбымыз туған өлкеміздің экологиялық проблемалары. Сабағымыздың мақсаты экологиялық проблемалар арасындағы тәуелділік, туған өлкеміздің экологиялық проблемаларының себеп салдарын талдау және туған өлкеміздің экологиялық проблемаларын анықтау, туған өлкеміздің экологиялық проблемалары. Қанеке, келесі суретке назар аударайық. Суретте үлкен қала берілген. Осы қаланың тұрақты жұмыс істеу үшін құрылысшылар, дәрігерлер, мұғалімдер және почта тасушылар үнемі дамылсыз тыным таппай жұмыс жүргізеді. Өйткені олардың қоғамда әрқайсының өзінің рөлі бар. Тура сол сияқты қоршаған ортада да барлық түрлер бір-бірімен тығыз байланысты тіршілік етеді және әрбір түрдің өзінің рөлі болады. Егер де бір түрдің рөлі бұзылса, онда қоршаған орта өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Яғни қоршаған ортадағы тепе-теңдік бұзылуы мүмкін. Қанеке, келесі суретке назар аударайық. Бұл суретте екі жағдайдағы экожүйе берілген. Бірінші жағдайда экожүйе тұрақты және қалыпты дамиды. Ал екінші жағдайда бұл экожүйеге қандай да бір факторлар әсер етіп, экожүйе зардап шегуде. Ендеше, экожүйенің өзгеруіне не себепші болады? Біздің оқулықтарымызда берілгендей, экожүйенің өзгеруіне қоршаған ортадағы ластану, халықтың санының артуы, тамақ өндірісінің өсуі, өндірістің артуы және табиғи ресурстарды тұтыну қарқындылығының жоғарылауы жатады. Яғни, барлық экологиялық проблемалардың бастамасы халық санының артуымен тығыз байланысты екен. Ал енді экологиялық проблемалардың себеп салдарын талдап өтейік. Яғни, жалпы экологиялық проблема десек, ол ластанумен және табиғаттың жойылуымен, ғаламдық жылынумен тығыз байланысты. Қоршаған ортаны құраушы табиғи компоненттерді қарастыратын болсақ, онда бізде ластанады ауа, су және топырақ компоненттері. Ауаны не ластайды? Қанеке, ойланып көрейік. Ауаны ластаушы негізінен автотранспорттардан шығатын газдар және өндірістен шығатын түтіндер. Яғни олар аспанға көтеріліп тұмша түзеді. Кей жағдайларда қышқыл жауын шашын жауы мүмкін. Кейін жоғары сыныптарға барған кезде қышқыл жауынның түзілу механизмі туралы тереңірек қарастыратын боласыңдар. Топырақтар негізінен тыңайтқыштардың көп мөлшерде қолданылуымен ластанады. Мысалы, химиялық заттар, химикаттар, пестицидтар түрінде қатты қалдықтармен және кейбір кәріз сулармен топырақ ластануы мүмкін. Нәтижесінде топырақтың құнарлылығы төмендеп, өнімділіктің мөлшері азаяды. Сондай-ақ келесі компонент судың ластануы жөнінде атап өтсек. Суды ластайтын негізгі факторлар мұнай, кәріз сулары және тұрмыстық қалдықтар. Ал енді судың мұнаймен ластануы мысалында бейнематериалды қарастырайық. Бейнематериалды қарау барысында келесі тапсырмаларға назар аударамыз. Яғни, мұқият қараймыз, бұл мәселенің салдары неде екендігін анықтаймыз, бұл мәселені алдын алу үшін қандай шаралар қолданылып жатқандығына назар аударамыз. Мұнайдың төгілуі экологиялық жағынан ең қатерлі техногендік апаттардың бірі. Мұнай төгілуіне шикі мұнайдың немесе одан алынатын бензин мен дизель секілді өңделген өнімнің үлкен көлемде сыртқа ағуы жатады. Мұнайға байланысты ластанудың көп бөлігі құрлыққа тән болғанымен, үлкен сулардағы мұнайдың төгілуі кең аумақты қамтып, сол аймақты көптеген жылдарға ластауы мүмкін. Үлкен сулардағы мұнайдың төгілуі танкерлердің, бұрғылау қондырғылары мен ұңғымалардың істен шығуынан болады. Мұндай оқиғалардың орын алуы апатты салдарға келуі мүмкін. Мұнайдың суға қарағанда тығыздығы төмен. Сол себепті ол су бетінде қалқып жүріп, теңіз өсімдіктеріне фотосинтез үшін қажетті күн сәулесін бөгейді. Бұл өсімдіктердің өсуімен теңіздегі қоректік тізбектің құрамына әсер етеді. Яғни күрделі экожүйе мұнай төгілу салдарынан қатты бөлінуі мүмкін деген сөз. Мұның салдарын жағалаудан анық байқауға болады. Мұнай жануарлардың жүндері мен қауырсындарына жабысып, суыққа төзу қабілеттерінен айырады.
Егер олар өздерін тазалайтын болса, мұнай жұтуға мәжбүр болады. Сол себепті үсті майланған көп жануарлар не улану әсерінен, не суықтан өледі. Тазалағанның өзінде құстардың тек 1% ғана тірі қалады. Төгілген мұнайды тазалау үшін бірқатар әдістер қолданылады. Жел әлсіз кезде мұнайды су бетінде өртеу арқылы жояды. Бұл ауаның ластануы секілді қосымша зардаптар әкелуі мүмкін. Диспергенттер мұнайды сұйылтып, су бетінде тұрату үшін қолданылады. Соның өзінде мұнайдың ұсақ тамшылары судағы кейбір тіршілік иелеріне зақым келтіріп жатады. Мұнай су бетінде қалқитындықтан, оны қоршаулар арқылы белгілі бір аумақта ұстап тұруға болады. Содан кейін ол беткі қабаттан скимминг деп аталатын процесс арқылы алынады. 2010 жылы сәуірде Мексика шығанағында мұнай платформасының жарылуы кезінде тарихтағы ең үлкен мұнай төгілу болды. Жүздеген километр жағалау ластанып, шамамен 4,9 миллион баррель шикі мұнай төгілді. Тазалау құны орташа есеппен 32 миллиард долларды құрады. Жергілікті экожүйедегі биоәралуандылықтың қалпына келуіне ондаған жылдар қажет. Мұнайдың төгілуінен болған экологиялық зардаптар балама энергия көздерін дамытудың жердегі тіршіліктің тұрақты болашағы үшін қаншалықты маңызды екенін тағы бір дәлелдейді. Сонымен бейнематериалда берілген ақпаратты жинақтап өтетін болсақ, келесі маңызды деректерге көңіл аударайық. Яғни, мұнай төгілімдері су бетін толықтай жауып, судың түбіне қарай күн сәулесінің өтуін бөгейді. Нәтижесінде су түбінде тіршілік ететін гидробионттар қажетті күн сәулесін ала алмайды. Және су түбінде жүретін барлық кейбір процестер бұзылуы мүмкін. Сондай-ақ, мұнай жануарлардың жүніне, қауырсынына жабысып, олардың тіршілігіне кері әсерін беруі мүмкін. Мысалы, кейбір жағдайларда қауырсыны мұнайға малынған құстар ұзақ уақытқа ұша алмай, олардың миграциялық кезеңі қысқарады екен. Яғни бұндай құстар үнемі қонуға мәжбүр болады. Сондай-ақ, осы мұнайды қалай жоюға болады? Ғалымдар өртеу, диспергенттермен ыдырату, скимминг сияқты әдістерді қолданады екен. Және де мұнай өнімдерінен суды тазарту жоғары қаржылық және экологиялық шығыны болып табылады. Ал енді келесі географиялық картаға назар аударайық. Жалпы еліміздегі Нұр-Сұлтан, Алматы және Ақтөбе қалаларында халық саны кейінгі уақыттары жылдам қарқынды өсуде. Ал еліміздің шығыс мен батысында келесі мәселелер бар. Мысалы, Өскемен қаласында, еліміздің шығысында ауаның және жер асты суларының ластануы жоғары дәрежеде. Және де бұның негізгі себебі түрлі түсті металлургияның қарқынды дамуы болып табылады. Ал батысында мұнай газ өнеркәсібінің жоғары дәрежеде дамып жатқандығы себеп болады. Сонымен қатар туған еліміздің келесі әлемдік деңгейге жеткен мәселесі бұл арал экологиялық дағдарысы. Қанекей мына суретке назар аударайық. 1977 және 2014 жылдары Арал теңізінің су арнасының азаюы көрсетілген сызба. Осы сызбаға сәйкес, қазіргі кезде бастапқы жылдармен салыстырғанда бұрынғы судың орны тұзды далаға айналған. Осы проблеманың негізгі себебі неде деп ойлайсыңдар? Ол Амудария және Сырдария өзендерінен келетін судың бөгелуі. 1960-67 жылдары осы өзеннің маңда тұратын халықтың жаппай егіншілікпен айналысып, олардың санының артуы. Нәтижесінде аралды қоректендіретін осы өзендер бұрылып, арал қалыпты жағдайдағы судың мөлшерін ала алмады. Біртіндеп бұл проблема көтеріліп, аралдың суы тартылды. Қазіргі кезде аралдың күйі мына суреттердегідей. Яғни ол тұзды дала, қуаң далаға айналған.